Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге Обипай тортының пирожныйын жасап көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Видеоны көрмес бұрын менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге керекті жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап миксерлеп аламыз. Бізге керекті заттардың құрамын бәрін осы видеоның астына жазып кететін боламын. Жақсылап миксерлейміз, қантымыз кішкене ерігенше. Кейіннен ерітілген шоколадымызды жылы күйінде құямыз. Ыстықтай құйып қоймау керек, себебі жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін. Бұны да жақсылап миксерлеп аламыз, шоколадты жақсылап араласқанша. Кейіннен құрғақ заттарды біріктіреміз, какао, қопсытқыш, ұнды міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Қамырымыз бірдей массаға енгенше миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Миксерлеп болдық, дәл осындай болады. Шоколад сияқты қою, қатты сұйық емес, орташа сұйықтықта болады. Енді бұны пергамент қағаз төсеп, 4 бөлікке бөліп пісіріп алдым. Дәл осылай. Менде 4 бөлік шықты. Егер де сіздер қалың болсын десеңіздер, 2 бөлікке бөліп те пісірсеңіздер болады, өздеріңіздің көз мөлшерлеріңізбен. Қызып тұрған пеште, енді әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан әрқалай пісуі мүмкін. Енді өздеріңіздің пештеріңіздің градусына қарап пісіріп алсаңыздар болады. Қоржын суыған соң ажыратып аласыздар. Кейін шетін осылай қырқып, бірдей қыласыздар. Енді бірдей қылып алған соң, енді кремін дайындаймыз. Креміне сливки, салқын сливки және творожный сыр қостым. Кейіннен қоятылған сүт, яғни сгущенка. Кейін сахарный пудра қостым, 3-4 қасық. Керекті заттарымызды қосып болған соң, жақсылап миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Креміміз қою болғанша миксерлейміз. Крем дәл осылай шығуы керек. Алған кезде түспейтіндей болып. Мен крем жақпас бұрын сүт жағып аламын корждарына. Дайын болған кремімізді корждардың арасына жағып шығамыз бірдей қылып. Дәл осындай көлемді 2 пирожный шықты. Әр пирожныйда 16 штук пирожный болды. Енді өздеріңіз білесіздер, сәндеуін әртүрлі қылып, өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай сәндесеңіздер болады бетін. Дәл осы рецепт бойынша сіздер де жасап көріңіздер. Міндетті түрде әдемі шығады. Ойланбастан дастарханға қоя берсеңіздер болады. Егер де жасап жатсаңыз, осы видеоның астына өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Және де менің арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Егер де сізге видео ұнап жатса, лайк басып, өз пікіріңізді жазуды да ұмытпаңыз. Кремін жақ болған соң, міндетті түрде холодильникте 1-2 сағат тұруы керек. Себебі кремі жақсы сіңуі үшін. Дәл осылай бөліп дайындап аламыз. Ал біздің пирожныйларымыз дайын. Жаңағы айтып өткенімдей, бетінің сәндеуін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Және менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.
Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Айгерім Болысбек.